Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге Наполеон тортының рецептімен ұсынатын боламын. Ең оңай дайындалады. Видеоны көрместен каналға лайк басып, тіркеліп, және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бұл Наполеонға бар жоғы қамыры бірақ ингредиенттен тұрады, өте тез дайындалатын Наполеон. Оны жасауымыз үшін бізге қатпарлы қамыр қажет болады. Менде қазір мына жерде 1 килограммдық қатпарлы қамыр, бірақ негізінен рецепт бойынша 1 килограмм қолданылады, бірақ маған шамамен 700-800 граммдай қатпарлы қамыр қолданылды. Енді осы бір қатпарлы қамырымызды 1 килограммдықты екі ортасына бөлеміз. Бірінші бөлігін алып, азғантай ғана басында ұнды сеуіп, арғарай оқтаумен 4 бұрышты қылып жаятын боламыз. Басында ғана ұн себеміз, одан кейін ұн себудің қажеті жоқ, өйткені бұл қатпарлы қамыр болғандықтан бұл жабыспайды. Енді осылай 4 бұрышты қылып, оқтаумен жайып шығамыз қамырымызды. Енді осы жайылған қамырымызды кесетін боламыз. Шамамен араларын 1-2 немесе 3 сантиметрдей қылып кесіп, бірінші ұзынша етіп кесіп аламыз, одан кейін оны ары қарай 4 бұрышты қылып кесетін боламыз. Шамамен видеода көрсетілгендей қылып кесесіздер. Осылай, негізінен бұл қамыр жаған кезде қалыңдығы шамамен 3 миллиметрдей болуы қажет. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай, мен әрбір қамырды алған кезде 4 бұрышты аралығы, осындай қалыңдығы осындай болып шығады. Бұдан қалың болса, қатты биік болып көтеріліп кетуі мүмкін. Енді келесі екінші бөлік қамырымызда осылай жайып шығамыз. Дәл солай, бірінші қамырда қалай жайдық, екіншісінде дәл солай жаямыз. Енді осы кесілген бөліктердің барлығын табамызға пергамент қағазын төсеп, осылардың барлығын орналастырып шығатын боламыз. Араларын жақын қылып орналастырсаңыздар да болады, өйткені бұл бір-біріне жабысып қалмайды. Осылай бірінші табамызға, одан кейін келесі екінші табамызға да барлығын жайғастырып шығамыз. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 10 минуттай уақыт пісіреміз. Өйткені бұл өте тез піседі, сол себептен барынша тез мұқият болып қарап отырыңыздар. Күйіп кетпесі үшін бізде осылай пісіп шықты бірінші бөлігі, сосын кейін екінші, үшінші болып 3 табақ қылып мен пісірген болатынмын. Осындай болып шығады, жақсы болып көтеріледі және өте қытырлақ болып шығады. Енді ары қарай келесі кезекте менде қазір қолданатын бұл менде заварной крем, қайнатпалы крем қолданамын, яғни заварной крем. Бұл заварной кремнің жасалуы менде YouTube каналымда видео рецепті бар. Бұл заварной кремнің жасалуын сіздер қазір описанияда мен ссылкасын қалдырам. Сол ссылкадағы өтіп көрсеңіздер болады. Немесе мен қазір осы видеоның төбес жағында заварной кремнің жасалуын салып қоямын. Соны басып, заварной кремнің видеосын көрсеңіздер болады. Дәл осы заварной кремге шамамен жылы болып тұру керек. Заварной креміміз осыған бағанағы біздің пісірген қатпарлы қамырларымызды ортасынан бір бөліп саламыз барлығын. Қатты қамырды көп қылып салып жібермеңіздер, өйткені қою болып кетуі мүмкін. Енді қасықпен аккуратно араластырып шығамыз. Енді бұның барлығын диаметрлі осындай табамыз бар бізде кальцевая, осының барлығына салып шығамыз. Мен айналасына ацетатты пленканы салған болатынмын, өйткені жабыспас үшін, жаны тегіс болу үшін. Одан кейін біз бұны холодильникке шамамен 1,5 сағатқа қойып қоямыз, өйткені сіңіп өзінің қалпын ұстау үшін. Немесе сол мезетте бірден жей берсеңіздер де болады. Бірақ енді сіңсе, дәмі одан сайын дәмді болып шығады. Енді бағанағы біздің осы қатпарлы қамырлардың жан жағындағы қытырлақтарын мен бетіне осылай безендіруге қолданып жатырмын. Егер де олар аппақ болатын болса, сол қамырлар тағы да духовкаға салып шығарсаңыздар, осындай мен сияқты қып-қызыл болып шығады. Сонымен тортымыз дайын болып шығады, өте жұмсақ болып шығады. Арасында заварной крем, одан кейін қатпарлы слоеный тесто, қытырлақ, жұмсақ, керемет торт болып шығады былай айтқанда. Жасап көріңіздер, осындай болып шығады. Арасы сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Біздің үйдегінің барлығы осы тортты сол мезетте жеп қойды. Сіздерге де міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өйткені менің әлі де бұдан да өте көп жаңа рецепттерім шығады, соны жіберіп алмас үшін.